Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Ақын Тарази атындағы Трей мектебінің математика пәнінің мұғалімі Айданова Айсұлу Жаманқұлқызы, 8-ші сынып геометрия сабағы. Саламатсыңдар ма балалар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шеңбердің теңдеуі. Сабақтағы оқу мақсаты: центрі координатасы А-ғы, радиусы R болатын шеңбердің теңдеуін білу. Күтілетін нәтиже: сабақтың соңында балалар бізге центрі және радиусы белгілі болатын шеңбердің теңдеуін құра білуіміз қажет. Және нүктенің шеңберге тиісті немесе тиісті емес екенін анықтай білуіміз керек. Осы мақсатты орындасақ, онда біз оқу мақсатына жеткен болып есептелеміз. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырып бойынша аздап пысықтау жүргізейік. Сендер тақтадан Декарттық координаталар жүйесін көріп отырсыңдар. Бұл Декарттық координаталар жүйесі жазықтықты 4 шелекке бөледі. 4 шелекті біз сағат тілінің бағытына қарама-қарсы бағытта аламыз. Әр шелекте көптеген сансыз нүктелер жатыр. Ол нүктелерді координаталары арқылы біз сала аламыз. Мысалға, 4 нүктені көрсетіп тұр. В нүктесінің координатасы 7-де 3. А ол бірінші шелектің нүктесі. А нүктесінің координатасы -6-да 7, екінші шелектің нүктесі. С нүктесінің координатасы -4-де -5. Д нүктесінің координатасы 6-да -3. Ол төртінші шелектің нүктесі болып отыр. Енді осы Декарттық координаталар жүйесінде біз екі нүктенің ара қашықтығын анықтай аламыз. Ол үшін А және В нүктелерін қосатын болсақ, бізде АБ кесіндісі шығады. Міне осы АБ кесіндісінің ұзындығы екі нүктенің ара қашықтығын береді. А нүктесінің координатасын x1, y1 және В нүктесінің координатасын x2, y2 деп алатын болсақ, екі нүктенің ара қашықтығының формуласы А-ның квадраты тең болады x2 минус x1-дің квадраты қосылған y2 минус y1-дің квадраттарының қосындысына тең. Енді жаңа сабағымызға келетін болсақ, шеңбердің теңдеуі жаңа тақырыбымыз. Біз жалпы шеңбер дегеннің не екенін білеміз. Берілген нүктеде бірдей қашықтықта жатқан барлық нүктелердің жиынтығы бізде жалпы шеңбер деп аталады. Осы мына берілген нүктеден шеңбердің бойындағы нүктеге дейінгі қашықтық бұл шеңбердің радиусын береді. Енді шеңберіміз де бұл бір қисықтың түрі. Алгебра пәнінен сендер парабола квадраттық теңдеуді, ал түзу сызықтық теңдеуді анықтайтын білесіңдер. Сол секілді бізде де шеңбер қандай да бір теңдеумен анықталуы тиіс қой. Сол себепті осы шеңбердің қандай теңдеу арқылы анықтайтынын біз бүгін сабақта қарастыратын боламыз. Ол үшін осы шеңберді координаталық жазықтыққа орналастырайық. Мына суреттен сендер шеңбердің центрі О нүктесінде тұрғанын көріп тұрсыңдар. Радиусы 1R, мына радиусы 5R деп алайық жалпы түрде. Осы шеңбер қандай теңдеумен анықталуы мүмкін? Осыны табу үшін біз шеңбердің бойынан бір М деген нүктені алайық. Координатасы x, y болсын. Ал О менен М-ді қосатын болсақ, білесіңдер, шеңбердің центрі мен шеңбердің бойында жатқан нүктеге дейінгі қашықтық ол радиусты анықтайды жаңа айтты басында. Міне осы радиусымыз бізде ОМ болып тұр. Енді екі нүктенің ара қашықтығының формуласын қолданатын болсақ, ОМ-нің квадратын табамыз, яғни R-дің квадратын табамыз. О нүктесінің координатасы 0-де 0, М нүктесінің координатасы x, y болса, x-нен 0-ді, y-ден 0-ді азайтып квадратқа қосамыз. Онда R-дің квадраты тең болады x-ның квадраты қосылған y-дің квадраты. Міне біз центрі О нүктесі, радиусы R болатын шеңбердің теңдеуін жаздық. Жалпы теңдіктің сол жағын мен оң жағын ауыстырып, бізде шеңбердің теңдеуін ерекшелік көрсетіп қойдым. X квадрат қосылған y квадрат тең R квадрат. Осыны біз центрі О нүктесі, радиусы R болатын шеңбердің теңдеуі деп
атаймыз. Енді жаңа мына біздің жағдайымызда центрі 10 нүктесінде радиусы санады, бірлік кезінде 5 кезінде тең болып тұр. Яғни радиусы 5-ке тең болған уақытта сол радиустың мәнін алып келіп, мына r-дің орнына қоятын болсақ, 5-дің квадраты 25, мұнда x квадрат қосылған y квадрат пен 25, мына бізге координаталық жазықтықта беріліп тұрған тура осы шеңбердің теңдеуін анықтайды екен. Радиусы 5-ке тең болғандықтан центрі 10 нүктесі. Енді бізде үнемі шеңбердің центрі 10 нүктесінде орналаса бермейді. Кез келген жағдайын қарастыратын болсақ, мүмкін мысалы мына жерде шеңбердің центрі бірінші шиекте жатыр, екіде де жатуы мүмкін, үште де жатуы мүмкін, x осында жатуы мүмкін, немесе y осында жатуы мүмкін центрдің. Мынада жалпы жағдай үшін қарастырайық. Бұл шеңбердің де теңдеуін анықтау үшін бағанағыдай шеңбердің бойына тағы да бір m нүктесін аламыз. С менен m-ді қосатын болсақ, бізде радиус шығады. С нүктесінің координатасы А, m нүктесінің координатасы x, y дейтін болсақ, екі нүктенің ара қашықтығының формуласын тағы да пайдаланамыз. Сонда x-тен a-ны азайтып квадраттаймыз, y-тен b-ны азайтып квадраттап қосатын болсақ, sm-нің квадраты шығады. Яғни r-дің квадратының формуласы шығады. Бағанағыдай теңдіктің сол жағы мен оң жағын орнын ауыстыратын болсақ, біз өзімізге бүгінгі оқу мақсатында сәйкес сөзде айтқан шеңбердің теңдеуін аламыз. X минус a-ның квадраты қосылған y минус b-ның квадраты тең r квадрат. Мынау біз іздеп отырған центрі a және v болатын координатасы, радиусы r болатын шеңбердің теңдеуі. Осы жерде a-ның орнына шеңбердің центрі 0-де 0 болған уақытта a-ның орнына 0, b-ның орнына 0 қойсақ, онда x квадрат қосылған y квадрат тең r квадрат болып, бағана бірінші жағдайда қарастырған шеңбердің теңдеуі шығады. Енді қайтып мына шеңберге оралайық. Шеңбердің центрі с нүктесінің координатасы x-і 6-ға сәйкес келіп тұр, ал y-і 5-ке сәйкес келіп тұр. Осы жағдай үшін біз шеңбердің теңдеуін жазайтын. Радиусымыз 4 екен біздің. 1, 2, 3, 4 бірлігі. Радиусы 4-ке тең. Шеңбердің центрі 6-ға 5 нүктесіне сәйкес келетін. Шеңбердің теңдеуін жазу үшін мұнда a-ның орнына 6-ны, v-ның орнына 5-ті және r-дің орнына 4-ті қоятын болсақ, біздің шеңберіміздің теңдеуі былай алынады. X минус 6-ның квадраты қосылған y минус 5-ның квадраты тең 16. Керісінше, егер бізге шеңбердің суреті берілмей, мына теңдеу беріліп тұрса, осы жерден шеңбердің центрін және радиусын анықтауға болады. Шеңбердің центрі формулада минус а ғой, сондықтан a-мыз 6-ға тең, v-мыз 5-ке тең. Радиусымыз 16, бұл 4 санының квадраты. Радиусы 4-ке тең екенін анықтап алуға болады. Сонымен біз бүгін сендермен шеңбердің теңдеуінің екі түрін өттік. Бірінші x квадрат плюс y квадрат тең r квадрат, центрі бұл 10 нүктесінде, радиусы r болғандағы шеңбердің теңдеуі, ал екіншісі центрі координатасы a, v, радиусы r болғандағы шеңбердің теңдеуі. Бірінші жағдайымыз мына жалпы жағдайдың бір дербес жағдайы болып есептеледі. Енді шеңбердің теңдеуінің не екенін біліп алдық. Енді тапсырмалар орындауға көшейік. Бірінші тапсырма: шеңбердің центрінің координаталары мен радиусын табыңдар. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, номері бірінші тапсырма дейміз. Енді бірінші теңдеуді жазып аламыз. Шеңбердің теңдеуі x квадрат қосылған y квадрат тең 100. Бұл тапсырманы қалай орындаймыз? Мұнда тақтада дискриптор көрсетіліп тұр. Бірінші, шеңбердің центрінің координатасын анықтайды. Яғни қазір сендер мына теңдеуді жазсаңдар, қасына нүктені жазып, координатасын жақшаға жазамыз, x-ін және y-ін. Сосын екінші, радиусын табады. Радиусты бағана теңдеудің тұрған сан қандай санның квадратын анықтайды, соған байланысты жазып аласың. Яғни жаза алыңдар. Ең алдымен центрдің координатасын жазамыз, содан кейін радиусын жазамыз. Жазып болсақ, екіншісіне көшейік.
x минус 1-дің квадраты қосылған y плюс 3-дің квадраты тең 49. Тағы да дискриптор бойынша орындаймыз. Шеңбердің центрінің координатасын анықтайды. Центрінің координатасы қандай? X-ін y-ін жазамыз, және радиусын қаншалық тең? Радиусы қаншалық тең екенін жазасың. Жазып алған болсақ, өз-өзімізді дұрыс жауап үлгісі арқылы бағалайық. Бірінші теңдеуде шеңбердің центрі 0,0, яғни бұл координаталардың бас нүктесі. Ал радиусы 10, дегеніміз 10 болады. Екінші теңдеуде шеңбердің центрі 1,-3, радиусы 7 тең ол жақта. квадраты. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, мұнда екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмамызда бізде координаталар жазықта шеңбер берген. Осындай 4 тапсырма, барлығына дискриптор бірдей, экранды өздеріне жақындатып, шеңбердің теңдеуін жазу үшін мына дискрипторды пайдаланады. Бірінші, шеңбердің центрінің координатасын анықтайды. Координатасын анықтап аламыз. Екінші, радиусының қанша екенін табамыз. Центрден бастап шеңбердің бойындағы нүктеге дейінгі қашықтығы. Сосын центр мен радиус белгілі болса, шеңбердің теңдеуін жаза саламыз. Екі түрлі теңдеу көрсетті, қайсына келеді, мен соған қойып жаза саламыз. Бұл жайлы екенін еске түсіреміз. Және орындай алыңдар. Бірінші, шеңбердің центрінің координатасын жазыңдар. Екінші, радиусын жазыңдар. Үшінші, шеңбердің теңдеуін жазыңдар. Жазып болсақ, осы екінші тапсырманың екінші есебіне көшеміз. Бұл да координаталы жазықта берілген шеңбер, коньки тура бағанаға дискриптор. Бірінші, шеңбердің центрінің координатасын анықтаңдар. Координатасы қандай? Одан кейін радиусын анықтаймыз, қанша бір кесім екен. Сосын теңдеуге қоямыз. Шеңбердің теңдеуін жазамыз. Центрін анықтаймыз, радиусын анықтаймыз, одан кейін шеңбердің теңдеуіне қоя саламыз. Орындап болсақ, осы екінші тапсырманың үшіншісіне көшейік. Үшіншісі де шеңбер. Бірақ шеңбердің бұл жерде центрі ой бүргесінің бойында жатыр екен. Центрі қандай болады? Центрін жазамыз, центрдің координатасын жазып аламыз. Ой бүргесінің бойында жатыр. Екінші, радиусын тауып аламыз. Шеңбердің бойындағы нүктеге дейінгі қашықтығы қанша бір кесім екенін есептейсіңдер. Үшінші, осы шеңбердің теңдеуін жазасыңдар. Шеңбердің теңдеуін жазамыз. Жазып болған болсақ, ең соңғы төртінші есебі екінші тапсырманың кез келген жағдайдағы мына шеңбердің ең алдымен центрінің координатасын анықтаймыз. Центрі қаяқта, және енді симметриялық деген сақтап шеңбер негізі центрлік симметриялы, осьтік симметриялық фигура болғанын білесіңдер. Центрін тауып аламызда нақты центр екенін көз жеткізіп, соның x-і, y-і қаншаға тең, яғни координатасын анықтай алыңдар бірінші. Сосын центр арқылы шеңбердің бойындағы нүктеге дейінгі қашықтықты бірлік кесінді арқылы есептеп қаншаға тең екенін жазып алыңдар. Қанша бірлік кесінді екен. Бірінші центрін таптық, екінші радиусын табамыз. Енді шеңбердің теңдеуіне апарып қоямыз. Шеңбердің теңдеуіне қоя қойыңдар. Тапсырманы орындап болсаңдар, онда тағы да дұрыс жауап үлгілері арқылы өз-өздеріңді бағалаңдар. Жауаптарды тексеріп шығайық. Бірінші, шеңберіміздің центрі 0,0, яғни координаталардың бас нүктесі, радиусы 6-ға тең болатын. Дәптерлеріңіз салыстырыңдар. X квадрат қосылған Y квадрат тең 36 теңдеу. Екінші, шеңбердің центрі -3-те 0 нүктесі, радиусы 3-ге тең. Шеңбердің теңдеуі x плюс 3-тің квадраты қосылған y-тің квадраты тең 9. Үшінші, шеңбердің центрі 0,5 нүктесі, радиусы 3-ге тең. Теңдеуі x квадрат қосылған y плюс 5-тің квадраты тең 9.
Төртінші шеңбердің теңдеуі центрі 5/5, радиусы 4-ге тең. Шеңбердің теңдеуі x минус 5-тің квадраты қосылған y минус 5-тің квадраты тең 16. Өз жауаптарында осы дұрыс жауаппен салыстырыңдар. Қателесіп кетсек ештеңе қылмайды. Қателіктен адам көп сабақ алады. Тек қана сол қателіктерді түзеп, соны дұрыс түсініп алсаңдар, сол сендерді көбірек оқу мақсатына жетуге талпынтады. Енді бағалап болсақ өз-өзімізді үшінші тапсырмамыз. Бізде шеңбердің формуласы беріп тұр. X минус 1-дің квадраты қосылған y плюс 3-тің квадраты тең 100. Шеңберге тиісті нүктені анықтаңдар. Енді 4 нүкте беріп тұр. A, B, D, E дейді. Осы 4 нүктенің қайсысы шеңберге тиісті? Нүкте шеңберге тиістілігін біз алгебра пәнінен білеміз. Параболаға нүкте тиісті ме дегенімізді несі, соны еске түсірейік. Егер ұмытып қалып жатсаңдар, астында дискриптор тұр, нүктенің координатасының мәнін шеңбердің теңдеуіне қояды. Яғни мына x, мына y. Осы x пен y-ті мына жерге әкеліп қойғанда бізде қандай теңдік шығады? Тура немесе тура емес теңдікті анықтайды. Нүктенің шеңберге тиісті немесе тиісті емес екенін анықтайды. Осы дискриптор бойынша өздерің үшінші тапсырманы орындайды енді. А нүктесін тексереміз, ауызша тексерсеңдер де болады. В нүктесін тексереміз, Д нүктесін тексереміз, және Е нүктесін тексереміз. Яғни нүктенің координатасынан шеңбердің теңдеуіне қоямыз. Тура немесе тура емес теңдікті анықтаймыз. Нүктенің шеңберге тиісті немесе тиісті емес екенін анықтай қойыңдар. Анықтап болсақ, тағы да өз-өзімізді дұрыс жауабы арқылы бағалар. Бұл есептің жауабы В және Д нүктелері мына шеңберге тиісті. Минус 5/5, минус 5-тен минус 11 мына шеңбердің теңдеуін қанағаттандырып тұр. Енді бүгінгі сабақта алған білімімізді тест арқылы жинақтап шығайық. Тест. Бірінші x плюс 5-тің квадраты қосылған y минус 3-тің квадраты тең 49. Шеңбері. А сұрақ. Шеңбердің центрі қай ширекте орналасқан? А. Шеңбердің диаметрінің неге тең? Енді центр қай нүкте екенін анықтап аламыз. Содан кейін оны көз алдымызға координата алушымен елестетіп, қай ширек екенін анықтайсыңдар. А. Шеңбердің диаметрі неге тең? Радиусын анықтап алып, диаметр деген не екенін еске түсіріп, шеңбердің диаметрін анықтаймыз. Орындап болсақ, екінші тапсырма. X квадрат қосылған y минус 1-дің квадраты тең 4 шеңбері берілген. Нүктелердің қайсысы берілген шеңберге жатады? Ауызша есептеу дағдымызды келтіру үшін берілген есеп. Одан есептейміз, сөйтіп жауабын береміз. 5 нүкте тұр. Ауызша қойылса, қайсысы мына шеңбердің теңдеуін қанағаттандырады? Жаңағы үшінші тапсырмаға ұқсас тапсырма. Орындаймыз. Орындап болған болса, онда тағы да өз-өзімізді дұрыс жауап үлгісі арқылы бағалап, қателесе қателіктен қорықпаймыз. Бірінші есебіміздің жауабы асы да В жауабы. Яғни шеңбердің центрі екінші ширекте жатыр, минус 5-те 3 деген нүкте. Шеңбердің диаметрі тапсақ 49, ол 7-нің квадраты, 7-ні 2 есе 14, ол да В жауап. Екінші сұрақтың жауабы, мына шеңберге тиісті нүкте тек қана бізде А нүктесі ғана екен. Сонымен бүгінгі сабағымызды біз тапсырмалармен, формулалармен қайталап өттік. Жалпы білетін теңдеуіміз осы екі теңдеу, x квадрат қосылған y квадрат тең y квадрат, x минус a-ның квадраты қосылған y минус b-ның квадраты тең y квадрат. Осы екі теңдеуді білсек, бізге шеңбердің теңдеуін біліп оқу мақсатына жеткенбіз. Үйге тапсырма номер 298, 300-ші есептеп, үйге тапсырманы жазып отырмыз. Енді рефлексия жасайық. Бүгінгі сабақта не білдім, не үйрендім, менің алған ілгерілеу қадамым қандай? Осы жайлы ойланып, өздеріне алға ілгерілеу қадамдарымды жоспарлаңдар.
сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыз.